Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады. Осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі. Өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Кеңпейілдік таныту мүмкіндік туып тұрса, ол жағынан ұстазыңызға да жол бермең. Достарыңмен қатынаста тек олардың қолынан келетін іс істеуге кеңес бер. Оларды жақсылыққа жетеле, әдептілікті бұзба. Бірақ нәтижеге жетуге үміт жоқ жерде әрекет жасама. Өзіңді кемсітілген жағдайда жеткізбе. Мейірімді еркек тойғанша тамақ жеп бай болуды мақсат тұтпайды. Ол істі көп тындырады, бірақ аз сөйлейді. Ізгі адамдармен әңгімелескенде ол өз кемшіліктерін өзгертеді. 15 жасымда мен білімге бет бұрдым. 30 жасымда бағыныссыз тұрмысқа қол жеткіздім. 40 жасымда күмәннен арылдым. 50 жасымда көктің еркін таныдым. 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата бастадым. 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым. Текті адам кемшілікті өзінен іздейді, ақылсыз өзгеден іздейді. Үндемеу ешқашан сатпайтын ұлы дос. Маған айтып берсең, ұмытып қаламын. Көрсетсең, есімде сақтаймын. Өзіме жасатсаң, үйренемін. Танымның 3 жолы бар. Ең оңайы еліктеу, ең ащысы тәжірибе, ең мәртебесі ойлау. Мақсатыңыз қол жетімсіз екеніне көзіңіз жеткен кезде мақсатыңызды емес, әдісіңізді ауыстырыңыз. Нағыз азамат парызын білер. Пасық жандар пайда іздеп жүрер. Өмірге өшпенді кісілерді тыңдау, олармен араласып тұру өз қылмысының басы. Жақсы өмір сүру үшін өмір бойы басшылыққа жарар бір ауыз сөз, кешірімді болу. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Өзгелердің бақытсыздығы туралы көп ойлайтын адам өз басына түскен бақытсыздықты оңай көтереді. Азамат, жігіт қанша турашыл, қайсар болғанымен қасарыспа болмайды. Адамдар неге жақсы әуендерді тыңдайды, неге кітап оқиды? Өйткені барлығы жанын емдегісі келеді. Болмысын қалыптастыруды қалайды. Барлығы әлемнің шындығынан жанын тазалайды. Жақсы әуен, жақсы кітап сенің басыңдағы жағдайыңды бір сәтке болса да ұмыттырады. 3 нәрсеге: адамға деген сүйіспеншілікке қайғысыз, білімге адасусыз, батылдыққа қорқынышсыз қол жеткізе алмайсыз. Егер билеуші ел әдет-ғұрпын жақсы білетін болса, оған басқару оңай. Ең үлкен саяхат тәрбие. Адамдар мені білмейді деп қапаланба. Мен адамдарды білмеймін деп қапалан. Тек әйелдермен және арам адамдармен жұмыс істеу қиын. Олармен жақындассаң, тыңдаудан қалады. Олармен аралассаң, олардың тарапынан жек көру туғызасың. Басқарудың 4 жексұрын тәсілі. Тәрбиесіз, өлтіру, қаталдық. Ештеңе жасамастан жұмыстан нәтиже талап ету, зорлық. Бұйрықты орындау мәселесіне дайын, кешіктіру, қарақшылық. Еңбекке ақы төлеуде сараңдық жасау, ұсақтық. Орта жол даналыққа ең жақын нүкте. Оған жетпеу одан асып кеткенмен бірдей. Халықты күштеп тыңдатуға болады. Оны білімге зорлай алмайсың. Қарағай күн суыған сайын қатая түседі. Қате деп түзелмейтін қателерді ғана айтамыз. Өмір бойы басшылыққа алып өтетін сөз бар ма? Бар, ол кішіпейілдік. Ең даналар мен ең ақымақтар ғана өзгермейді. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз, есесіне оны шелектеп таратамыз. Сіздің
Қанша іс істегеніңіз маңызды емес, маңыздысы қаншалықты пайдалы болғанында. Алысты көре алмайтын адам жанындағы пәлені де байқамайды. Барлық ұсақ-түйек байқалады, барлық құпия ерте ме кеш пе мәлім болады. Егер әйел екі еркекпен бірдей ұйықтаса, онда ол жақын арада сұлуынан айырылады. Адамдарды үйретпей соғысқа аттандыру, оларды сатып кету деген сөз. Жақсы адамды көргенде оған теңелу жайында ойлан да, ал жаман адамды көргенде өз-өзіңді зертте. Құрметті оқырман, арнаға тіркеліп ой-пікірлеріңізді қалдырып, лүпілдеріңізді аямаңыздар.